Ассаляму алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешіндікіді қаға бойле мүлімат. Қырымда хасталанғанларының саясы артты. Пайтақтымыздың балабақчаларында нефбетчілік группалары açılды. Көпчеклі сана Жанкой районында көчіжі меденет еві тақдим етілді. Ахмеджет районында сарғыш қадын оқу құрчалайчылардан қачмаға тырышты. Синоптиклер яз мевсімнің башы суық olacak деп тахмин етелер. Қырымда коронавирус дарқалуының динамикасы мұзбет қала. Тібек өзетуде 2 бенден зәде адам болуына 400-ге яқын лаборатор тетқиқат кечірілді. Сақлық сақла везірлігі сағлам гражданларына да бақа. Эркун кечірілген брифинг қақында бізімлев қымызда. Қырымда соңғы сутка деваманда юқма хасталық да секі сатамға тейді. COVID-19 таздықлаған қырымлылар стационаларға қойылды. Яны хасталарының білгеленген ерлері әвелке кібік қала. Сақ районы Ялта, Алуштави, Ахмеджет жерлері. Девлет сынырының кечкен 36 адам обсерваторларға қойылды. Автомобильные пункты пропуска 19 человек. 8 человек были доставлены из аэропорта, железнодорожного вокзала 40 человека и прибывший через Крымский мост 5 человек. Теби müesseslerde 143 adam tedavilievni devam eteler, 217 kişi şifalanıp evde kaytarıldı. 4 пациента остаются в тяжелом состоянии. Это те же 3 пациента в Симферопольской городской больнице номер 7 и 1 пациент из Патаринской городской больницы. Из них все 4 находятся на неинвазивном аппарате ИВЛ. Sağlık saqlap vizirligi hastalar көзетуіні devam eter. Şimdi onların sayısı 2000'den ziyade bu adamların yarısı evlerinde tedavиление. За последние сутки взято под наблюдение 113 человек, снято с наблюдения 105 человек. Также на лечении в стационарах находится 186 пациентов с небольничной пневмонией, 12 из них тяжелых. Регионымызда COVID-19 хасталығы дарқалуының динамикасы мұзбет қала. Акимиет маска низамны riayet etmege çıqara, hususan cemaat toplanған ерлерде. Бүгінгі күнде Cumhuriyetте яны коронавирус хасталығы 369 адамға тегені малюм, оларының 27-сі четелден кетірілген алар. 74-ін мемлекетіміздің дегер субъектлерінен көрсетілгендір. Эльмас Аблакимова, Руслан Минаев, Миллет үшін. Русияде COVID-19 бойынша өлім севесі башқа мемлекетлерге баққанда алчақча. Бойле мәліматына Москва шәрінің сақлық сақлав департаменті бере. Бұтын дүния сақлық сақлав тешкелетінің статистикасына көре кечкен ай девамында өлім сайысы манаман 1,5% тешкелете. Нью-Йорк шәрінде есе бұл көстергіч 10%, Лондонда есе 23%. Провели огромную работу. Мы проанализировали ее, разложили по полочкам. Ничего не скрываем. Более того, приглашаем коллеги, давайте вместе работать. Мы вам направляем свои рекомендации, свое видение. Кому-то не нравится, пожалуйста, приезжайте, садитесь. Не журналист журналистом, а вот патологоанатом, специалист, ведущий мировой, и наш специалист. Ахмеджетнің балабақчалары яныдан çalışып башладылар. Амашымды нефбетчі группаларға тек ішке шыққан ана бабаларының евледларını қабыл етелер. Самоизоляциядан соң müesseselerde балалар насыл шартларынан тербие алғанлар ақында Султанеси Такаева тариф ете. Лучик атлы 16-й санлы бала бақшасында күн енді бойле башлана. Қапы үгінде балаларны қолчақ ве маскаларнен имшіре қаршылай. Оларынан sıcağını ве алыны тішкере қолларына антисептикнен сүрте. У детей есть температура, мы их отправляем. Даже если есть какие-то заложенности, болит горлышко, красненькое горлышко, мы их сразу отправляем домой. Эмине Селаметова эко оғлыны қапы үгінде қалдыра, бинаға кірмеге ясақ. Онан айтқанына көре бала бақшасының açылуыны сабырсызлық енбекледілер балалар да қуваналар. Чүнки еждашлары, достлары ве ойынжақлары арасында вақыт кечірмесі пек мирақлы. Ходили мы в дежурную группу на момент, когда он был вообще закрыт. Дежурный сад был «Радуга». Вот, когда открыли нашу дежурную группу в нашем детском садике, мы вернулись назад. Конечно же, детки соскучились по нашим педагогам, нянечкам, воспитателям. Балаларына группаға тек эмшіреп баққан сон алып баралар. Анда олар да бір сефер қолларына ювалар ве сабалық емегіні ашайлар. Бұндан сон оларына мирақлы дәрслер беклей. Будем готовиться к празднику Дню защиты детей. За занятия будем сегодня клеить шарики, делать воздушные шарики.
Бала бақшасында 9 нәвбетчі группа бар. Қайделер бойынша әр бірінде 12 талебе қатнамақ керек. Ама олардан сайысы әп артта. Әр күн ана бабалардан яна аризалар қабыл етіле. Всех детей мы принимаем. Единственное, только если новые дети поступают, мы требуем справочку от педиатра участкового, что ребенок здоров и может приходить до школьного учреждения. Никаких других справок мы больше не требуем. Нам не надо справку о том, что родители работают или не работают. Ахмеджетте олған 64 бала бақшасының епісі чалышы башлады. Ама тек нәвбетчі группалар режимінде. Умумен бутон шәрді олардан сайысы 305-ке ете. Султанеста Каева, Рафаэль Вахидов, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Ахмеджетова лиманында яңы учу йолагындаки бетон қаплама 80%-ға азар. Шымдықы вақыта құружилар сонке қатны төшелер. Бұл қысымның умуми ұзынлығы 3 километрден зияде. Параллель шекілде радиотехника объектлері ве диспетчер ноқтасы тікленілі. Иншат ұзақ магистраль учақларыны да қабыл етежек ве ачылған сон эсас иншат олажақ. Сетлер районында yaşаған фермачы осморны қырсызлағанында қабатлана. Тақиқат комитетінің мәліматы бойынша әркіші оғланы оз қожалығындан яқын ерде байлады. Сарош алда олған фермачы чағына етмеген оғланы қорқозып машинасына отырмаға зорлады. Оны азат етмек үшін 120 рубле талапатты. Жинайышының бақылығы девам ете. Сарожайдавжы машинаны айдап қачты ве ГИБДД хадимлерінден сақланмаға тырышты. Қысқа мапеқафлы қубаланудан соң құқ бозуджыны яқыладылар. Нақлет вастасының домені башында қадын отырғаны белі олды. Бір ел велсі ойынды болі жинай іш үшін яқыланғаны да, енді қанун бозуджыны 5 елғажы апске қапата білелер. Освидетельствование, проведенное на месте, показало, что у женщины превышение паров этанола в выдыхаемом воздухе в несколько раз выше допустимого. В настоящее время в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с повторным нарушением правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Также она будет привлечена к ответственности за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Кефеде янгын себебінден бала әлі қолда. Қаза юзберген вақыт үш қатлы бинада ана ве екі бала бұлына әділер. Олардың бірісіні ана чықарып етіштірді. Екіншісінің жеседіні веран олған одалардан бұрын де таптылар. Бұл ерде Қырым Жұмқұреті бойынша çalışқан Февқұляде вазиетлер везірлігінің бір қач янгын құртарыжы отряды çalışты. Сақ қалғанларны хастаханеге еткізділер. Зарар көрген қадынен рухиетчылар çalışалар. Қырым сыныржылары қанунсыз балық тұтуыны тоқтаттылар. Қара денізден 3000 метр ұзынлығында оған челтерні чықардылар. Қанунсыз тұтылып үшін құланылған әлетлеріні да чекіп алдылар. Балықларны ве енгечлеріні кенеде денізге қайтардылар. Бөлетіп, сыныржылар дәресінің қадимлері миллион рублелік зарар кетірівінің оғын алдылар. Пандемия деваранде Қырымның қанун қорчалайжылары ағыр вазетке ұғырағанларға ашайтмаларны дарқаттылар. Бұйышны мы вместе адлы бұтын Русия лейхасының іштіракчелері бежерділер. Бір қачкун девамында олар гүнілелерінен берабер, ярым аданын чешіт регионларында беңлерде құрантаны зиярет аттылар. Ярдым евлядларны ялыныз өзлері тербейлеген аналарға, чоқ балалы айлелерге ве әслі башлы адамларға көстерілді. Жанкой районында көпчекче мединет еваны тақдиматтылар. Машина акустик аппаратура ве ұшық мұзғасылы донатылған. Аттатырларының ортасында концерт берілмесі мүмкін. Мединет адлы мелелі хабонжа Жұмқұретінің регионларында да 5 более араба тақдиматлежек. Мевзуна Ильмасы Блакимова девамете. Жанкойде миниатюр мединет еваны тақдим еттілер ве бірден тест-драйв кечірділер. Санада en яқшы юрджылар өзлерінің композицияларыны ижра етелер. Прям как настоящий концерт. Концерт, чықыш спектаклер, массалар ве ойынлар. Аман-аман 5 миллион рублелік машина Жанкой көйлерінде юрейджек. Стационар мединиет еві олмаған көйлерге етіп баражақ. Вендаки сакинлер үшін байрам яратажақ. Чоқ вақыттан берлі çalışқан сес операторы Замир Ибрагимов. Мұндаки аппаратура ағиғи мутихасыслар үшін деп айтам. Ну вот, начнем с самого малого. Вот стабилизатор напряжения внизу у нас.
Если у нас напряжение где-то не очень ровное, оно все выравнивает. Дальше вот ноутбук, микшерский пульт, вот радиомикрофоны и кроссовер. Вот. Сананы топламақ ве бозмақ үшін 15 даққа етерлі техника генератор ярдымнен çalışады. Демек аттарларда концерт кечірмеге мүмкін. Бойле бақшашны Жұмхуриетімізде да 5 район елде етежек. Бухара Субазар, Бақшасарай, Курман, Едікойы ве Ахмеджит районлардыр. В этом году в рамках национального проекта «Культура» Джанкойский район самый обласканный, потому что мы еще ремонтируем в рамках нацпроекта 3 клуба полностью. Жадраве борлақтама көллерінде медениет евлерінің тамираты язының сонуна бітежек. Марина көйінде есе ішлер графиктен алдын кетті. Бірінші қатта іш қайнай, мында бұйық чоқучынен бетон қатыны алып ташлайлар сон яны плитка төшежеклер. Екінші қат есе аман-аман азыр. На сегодняшний день выполнен ремонт кровли полностью, выполнен ремонт фасада, все заменены перекрытия, в том числе межэтажные, чердачные перекрытия. Параллельно ведется сейчас электрика, ведутся работы по сантехнике. Тамиратны енді июнның сонында юкенлемеге ниетленелер, шымдылық есе адамлар оларны қапысы өгіне келген концертнен кейфлене білелер. Көчінші клубның концертлер графигі тізілмек Эльмаса Блакимова, Арсен Фукала, Миллет үшін. Қырымда амброзияны yok етіп башладылар. Шымды эпсі мемори нұсқалар ве девлет акиметінің идареті органлары ешке қошылды. Умуми іштің нәтижелері ноябрь айында белі олacak. Қырым сакинлері ве мұсафирлерін сағлығы берабер бақылған чарелерге бағлы. Хатыратам, амброзияны yok етмеге істемеген инсанға Русия Федерациясының ана ясасында мемори ұқық бозылу вақында жаза тайынлене білем. Көй қожалығы везірлігінде егер бұл кейк отдыр қалса, о бұйық иқтисади зарар кетірмесі мүмкін деп айталар. Амброзия көй қожалығы өсімліклері, айванлар ве инсанлар үшін қафлыдыр. 230 мастер-класс ве 14 бенге яқын іштіракчы июньнің бұрынде қалқыра балалар қорчаланы вұқыны Таврид адлы арт кластерінің командасы бұтын мемлекетте иджади дерслер кечірежек. Онлайн яйнлавға өксіз балалар үшін 500-ге яқын тешкелят қошыла біле. Ата йылдызлар біле қошылажақлар. Таврида детям адлы бұйықлейханын сонында мастер-класслар кечірілежек. Қырымда язның башы суық ве яғмырлы олacak. Жұмхуриетімізде яғмырлар ве боранлар олacak. Авар реті геже 8-ден 13-ке, кондоз есе 18-ден 23-ке қызajak. Выходные дни 6-7 погода резко улучшится. Тропические воздушные массы принесут на полуостров по-летнему теплые погоды. Максимальная температура воздуха составит уже 25-30. Ночные 13-18 градусов. Так что не все плохо, лето придет в Крым. Шымдықада қаға бой епсі қаберлер. Келечек енімізні 21.5 қачырманас қайырлық шамлар.